Алматыда ой сен намаз оқып кетесің. Ой мама мен саналы адаммын, мен ондайға қосылмаймын. Ой мен ондай оқып кететін адам емеспін деп. Сол кезде бір кісі мұнда неге бастап кетпейсің деген бір сұрағынан деген бір андай не болды да. Сен неге орамал тағып кеткенсің деп айғайлайды деп үлкен бір паника болды. Ассалаумағалейкум құрбылар, оқиғалар айдары, мен қалай орамалға келдім, бірінші бөлім. Орамал ол біреуіміз үшін сынақ болса, ал біреуіміз үшін сый болып келген асыл таж десек те болады. Біреулер үшін басымыздағы орамалымыз жай ғана бір жапырақ шүперек болса, ол біздің өзіміздің әзер қолымыз жеткен үлкен тәжіміз болып табылады, иә. Ал Дана қыз, өзіңіздің орамалға қалай келген оқиғаңызбен бөлісе кетсеңіз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жалпы мен өзімнің орамалға келу оқиғам қысқаша айтып кететін болсам, Алматыда бірінші курста оқуға түскеннен кейін менде жалғыздық, ата-анадан ажырау, алыстау деген секілді үлкен қалада жалғыз қалу деген бір сезім болды. Сол кезде өзіммен өзім кішкене ішкі жан дүниемде рухани бір күресулер болып жатты. Сол кезде Алланың қалауымен осындай желтоқсан айында бірінші курстың намазға келсем деген бір ой болды. Алла тағаланың қалауымен солай рухани аш болып жүрдім да. Солай Алла тағала ойыма намазға келу деген ойды салды. Бірақ ол кезде мен намазда да орамалға келем дегенде іш ұйықтасам түсіме кірмеген. Себебі мен батыстың қызы болғаннан кейін ата-анам Алматыға оқуға түседі дегеннен шошып бастаған болатын. Алматыда ой сен намаз оқып кетесің, сен Алматыда орамал тағып кетесің деп ез-дұға да түсірмеген. Ол кезде ой мама мен саналы адаммын, мен ондайға қосылмаймын деп. Маған ондай әрекеттер әсер етпейді дедіңіз. Иә, мен ондай саналы адаммын ғой, мен ондай оқып кететін адам емеспін деп. Алла сақтасын, бірақ солай маманы көндіріп келген болатын. Бірақ сол бірінші курста 3-4 айдан кейін Алла тағала ойыма салды. Сөйтіп мен білдім маманың қатты қарсы болатынын, үйдегілердің де қарсы болатынын. Бірақ сонда да Алла тағала тәуекел етіп қысқы каникулда үйге барып айтамын деп ойладым. Бірақ дух жетпеді дейді ғой. Сондай бір қатты дайын болмадым, қатты қорықтым айтуға. Себебі ол кісілер 100% қарсы болатын еді. Тек ата-анам емес, туыстарым да бүкілдер қарсы болатын еді. Сөйтіп айта алмадым, қыста қайтып келдім. Сөйтіп Алланың қалауымен солай рухани іште бір арпалыс болып жатыр. Сол кезде бір кісінің айтуымен мен айттым да, ойым бар еді, солай намазға ниет етіп жүрген едім деп. Сол кезде бір кісі мұнда неге бастап кетпейсің деген бір сұрағынан деген бір андай не болды да. Сізге бір демеу болды ма, ішіңізге бір сондай? Шынымен неге бастамасқа деп мен ата-анамды сылтауратып жүрген едім. Айта алмаймын ғой ол кісілерге деп. Бірақ айтты да маған, сен олардың қасында емессің ғой деген сияқты да. Қазір бастап кете алсаң болады ғой деп. Сөйтіп ертесі күні үйде андай общагада халат болатын, халат, астына трико, үстіне қалың шарфпен, сөйтіп ванная полотенце деп айтады ғой. Орамал. Сөйтіп жайып, общагада коридорда ең алғаш екі құлағыма наушникті қылып, ютубта ғана таң намазының 2 ракағат сүннеті деген видеоны көріп, сөйтіп солай бастап кеткен болатын. Бірақ ол кезде мен білмедім, таң намазының өзінің 2 ракағат сүннет, 2 ракағат парыздан тұратынын да білмедім. Сөйтіп 2 ракағат оқып алып, мәз болып күні бойы энергиямды тасып сөйтіп жүрдім. Бірақ Алланың қалауымен дәл сөйтіп мен намаз бастаған күннен кейін, 3-4 күннен кейін карантин басталып, біз бірден Ақтауға кетіп қалдық. Сөйтіп менде паника, мен намаз бастап қойдым ғой, мен қалай үйге барып айтамын деген. Алланың қалауымен үйге бардық. Үйге барған кезде де мамаға біраз уақыт бойы айта алмай жүрдім, бірақ бір күні сөйтіп айтқан кезде қарсы болды. Шынымен керек емес, сен жассың ғой деген сияқты мен жылап оған. Анаңыз бұрынғы тәрбиемен өскен, сондай, ескі тәрбиемен деп қалай айтсақ болады? Иә, енді анам өзі намаз оқиды, бірақ біздің намазға келгенімізде ол қорқады ғой, олар басқа ағымға кетіп қалады деп ойлайды. Оның үстіне мен Алматыға кетіп қалғаннан кейін, мен басқа орта көріп келгеннен кейін, олар мені білмейді да, мен дұрыс жолда келе жатырмын или басқа ағымға кіріп кетті ма деген сияқты. Олар содан қатты қорықты. Сөйтіп
Содан кейін тағы да айта алмай біраз жүрдім. Карантинде үйде 1,5 жыл уақыт бойы, бірақ өзімді қатты жеп жүрдім. Бірақ Алланың қалауымен Айнұр ұстаздың инстаграмын көріп, үйден білім ала бастадым. Машалла. Нақты намаз оқып үйрену сабақтарын қарай бастадым Айнұр ұстаздың. Одан кейін Құран оқып үйрену, Құран бақшасына қатысып бастадым. Орамалға да ойым өзгере бастады кәдімгідей Алла тағаланың қалауымен. Сөйтіп 1,5 жыл бойы мен рухани дайын болдым. Үйде де мама жоқ кезде кейде таң намазын оқып аламын, кейде бесін намазын оқып аламын, сөйтіп тығылып жүрген болатын. Сөйтіп 3-ші курста Алматыға келгенде нақты шешім қабылдадым. Осы қыркүйек айынан бастап қалай Алматыға келем, солай бастаймын деп. Сөйтіп Алматыға келдік. 2 күн бойы квартира іздеп жүрдік. Сөйтіп бірақ менде әлі ойымда сұрақ жүрді. Мен әлі Алматыға келгенім менде 2 күн болды. Неге мен бастай алмай жүрмін деген сияқты. Сондай бір не болды. Алланың қалауымен біз подселениеде 8 қыз болып тұрдық. 8 қыз болып тұрған кезде Алла тағаланың құдіреті шексіз. Ол жерде 2 қыз орамалдағы қыз екен. Мәссаған. Мен үйде ұзын көйлек киемін да. Ойлаған ғой, мен ұзын көйлек кигенге мен намаз оқиды екен деп. Сөйтіп сіз намаз оқисыз ба дейді. Жоқ деймін, бірақ ойым бар еді деп сөйтіп айтсам, онда неге бастап кетпейсіз деп. Сол кезде де ол кісі солай айтты да. Екінші рет маған не болды. Сөйтіп шынымен неге сөйтіп бастап кетпеске деп ертесігін таңертең тұрып, ол кезде Құранмен саяхатта енді басталып жатқан болатын. Сол Құранмен саяхатпен тұспа-тұс келіп, сөйтіп намазға келдім. Артынша 1-2 айдан кейін де орамалға келдім Алланың қалауымен. Сөйтіп Айнұр ұстаздың қасына барып жүрдік мешітке. Ол кезде мен шынымен де мен орамалға келмес бұрын мен намаздың өзіне қорқатын едім да, мамаға айтуға. Сөйтіп орамалға келгеннен кейін мүлде қорықтым. Басында тек тюрбан ретінде ғана тағып жүрдім да. Сөйтіп Айнұр ұстаздың қасында жүрген кезде барлығы сұрайды ғой, сен неге андай орамал қылып неге тақпайсың деген сияқты. Сосын мен айтам, жоқ, мен қорқамын, мамалар маған мүлде рұқсат етпейді, бір нәрсе деген сияқты қылып. Сосын тағы да командада Гүлнар бар ғой, сол айтты. Мен де орамалға келген кезде ешкім маған өйтіп рұқсат етпеген де өздерінің оқиғалармен бөліскен кезде мен шынымен мотивация алдым. Тағы да бір қыз айтты, маған да сөйтіп қарсы болған еді, қазір олар менімен мақтанады деп та. Менің қызым орамал тағады, менің қызым Құран оқиды деп мақтанады деді. Ертең сенімен де сөйтіп мақтанатын болады деген кезде, деп сөйтіп Алланың қалауымен орамалға келдік. Қазір Аллаға шүкір. Анаңызға жеткізгеніңіз жайлы айта аласыз ба? Қалай қиын болды ма, әлде сіз үшін? Мен андай болады ғой, өте жігерсіз дей ма, сондай жігерсіздік таныттым негізі. Анам айтуы бойынша. Ол кісіге мен өзім бір нәрсе бастап айтуым өте мүмкін емес нәрсе болды да. Сол нәрсені Алла тағала біліп, қасыма Алматыға әпке жездем көшіп келді. Сөйтіп әпкем арқылы білді анам. Орамалға келгенімді де, намазға келгенімді де. Ол кезде қатты қорықтым. Әпкеме неге айтасың? Андай маған телефоныма звондап жатқан кезде де мама деп шықса уже қазір сен неге орамал тағып кеткенсің деп айғайлайды деп ойладым. Қатты қорқып жүрдім, бірақ Алланың қалауымен ондай нәрселер болған жоқ. Мама әпкем арқылы біліп отырды да, өзіме ештеңе айтқан жоқ. Біз өзіміз үшін андай ата-анамыздың бізге айтатын сөзін елестетіп аламыз да, үлкен қылып сондай мәселе қылдырып үлкен қылып шығарып жібереміз да. Менде де сондай болды. Негізі ондай емес, иә? Үлкен бір паника болды, қатты бір не қылып көрсетіп алғанмын ғой, андай болды. Сосын Алланың қалауымен жазда мамалар ауырып кішкене Алматыға келді. Алматыға келген кезде бізде Айғаным клубымен тұспа-тұс келіп, біз Құрбан айтта 2 іс-шара өткізген болатынбыз. Сөйтіп 2 іс-шараға да маманы шақырып, олар Айнұр ұстазды да көріп, команданың қыздарын да көріп, толықтай сеніп, сол іс-шарада Айнұр ұстаздың өзіне айтып кеткен болатын. Мен қызымның қандай жолда жүргенін білдім, дұрыс жолда жүр екен. Енді мен толықтай келісімімді бердім деп, солай келісімімді беріп. Машалла. Көз алдыңызда болған оқиғалардың бірі ғой дана қыз. Ал енді осындай орамалдарына қарсы болып жүрген, ата-аналары қарсы болып жүрген қыздарға кішкене шағын өзіңіз бір мотивация деді ғой, сондай бір сөзіңізді айта кетсеңіз. Сіздерде де қазір менікі сияқты сондай бір не болуы мүмкін. Сіздер де осылай ертең барлығы жақсы болып кеткеннен кейін осылай күліп отырып еске алатын боласыздар, Алла қаласа. Қазіргі уақытта шынымен біздің миымыз үлкен қылып көрсетіп алады. О, мен не істесем бүйтеді, о қалай болады, анау маған ұрсады ғой, бір нәрсе істейді ғой деп. Олардан қорықпаңыз. Негізі орамал ол қиындықсыз келетін болса, оның қадірі болмайды. Ол қиындықпен осылай келетін болса, Алла қаласа ол үлкен жемісті болады, және сіздің де орамалыңыз үлкен тәжіңіз екенін түсінетін боласыз.
және жаңағы менің де өзіме мотивация болған сөз, қазір сізге сен вахабист болып кеттің, сен бүйтіп кеттің, сөйтіп кеттің деп қазір қарсы шығуы мүмкін, бірақ ертең Алла қаласа сізбен мақтанатын болады. Менің қызым орамал тағады, менің қызым Құран оқиды, менің қызым бүйтіп жүр, менің қызым сөйтіп жүр деп Алла қаласа мақтанатын болады. Иә, рахмет. Осымен біздің оқиғалар айдары тамам. Келесі бөлімді көру үшін реакция қалдырып отырыңыздар.